Саламатсыздар ма 2 сынып оқушылары? Бүгін 121 және 128 сабақтар аралығын орындайтын боламыз. Ұшу аппараттары туралы не білемін? Дара және күрделі сын есімдер. Кестедегі сөздерді оқы. Дара сын есімдер. Ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Күрделі сын есімдер. Ақ ала, қара торы, жап жасыл, сары ала. Енді дара және күрделі сын есімдерді ажыратып алайық. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Көк және қою деген сияқты. Яғни сын есімдер қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі күрделі сын есім. 2 немесе одан да көп сөзден тұрады. Ақ сары, көк ала. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Келесі мәтінді түсініп оқы. Адам көптеген затты табиғаттан үйрену арқылы жасады. Табиғатты терең бақылап, қарау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ұшу ерекшелігін зерттеп, оны үлкен-үлкен ұшақтар жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап тікұшақ жасады. Міне, осы сияқты адамның табиғаттан үйренгені көп. Келесі сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін табиғаттан адамдардың үйреніп жасаған құралдары туралы. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 2 бөліктен тұрады. Қандай ұшақ түрлерін білесің? Ұшақ және тікұшақ түрлерін білеміз, я балалар? Жарайсыңдар. Келесі. Ойлан тап. Адамдар мына көліктердің қайсын қай жануарға қарап ойлап шығарды. Бірінші ұшақ, оны құстарға қарап ойлап тапқан. Екіншісі жер қазғыш машина, оны жер асты жануарлары, яғни тышқандарға қарап ойлап тапқан. Келесі қайық, оны көл бетінде жүзіп жүретін құстарға, аққу, қаз, үйрек деген сияқты құстарға қарап ойлап тапқан. Келесі тікұшақ, оны инелікке қарап ойлап тауыпты. Ең соңында сүңгуір кеме, оны әрине балыққа қарап ойлап тапқан екен. Келесі өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Тұманбай Молдағалиев атамыздың өлеңі екен. Келесі ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Ребусты шешу үшін балалар, бізге суретте не берілген анықтап алайық. Бұл қарға, яғни ол құс. Қарға дегенде бізде қарғадан кейін 2 түр тұря, яғни бізде 2 қарға деген сөздің соңғы жағынан 2 әріпті алып тастаймыз. Қарға, демек ға дегенді алып тастап, қар дегенді қалдырамыз. Келесі суреттегі не ол? Лақ. Лақтың бірінші бас жағында және соңғы жағында бір үтірден қойыпты. Демек біз лақ сөзіндегі басынан бір әріп және соңынан бір әріпті алып тастаймыз. Сонда бізде бастапқыда қар деген сөз қалды, ал лақта бірінші бір әріпі л деген әріпті алып тастаймыз және соңғы әріпі қ. Сонда бізде а деген әріп қана қалды. Сонда ребустың жауабы қара деген түс шығады екен. Ол қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болады екен. Енді сөйлем құрайық. Біз мектепке барлығымыз біркелкі қара шалбар киеміз. Менің мысығымның түсі қара. Жарайсыңдар. Келесі жаңылпашты қатесін түзеп көшіріп жазыңдар. Енді жаңылпашты оқиық. Ұшақ, құсша, ұшар дейді. Бірінші сөйлемде қате ұшақ деген дұрыс, құсша емес, құсша. Шының орнына одан кейін с болады. Құсша ұшар, яғни құс сияқты ұшады. Ұшақ ұшса, бұл жерде қате жіберген, шыдан кейін сыны қоямыз, сонда ұшса болады. Ұзақ ұшар. Енді дұрыс оқиық. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Жарайсыңдар. Келесі әділдің арманы. Әділ терең ой құшағында отыр. Оның бар арманы өскенде ұшқыш болу. Бірде құс болып ұшып кеткісі келеді. Енді бірде шіркін, менде темір құстың моторын өзіме бағындырсам деп ойлайды. Ол үшін, дейді апайы, сабақты жақсы
оқу керек және спортпен шынығу міндетті шарт. Әділге бәрінен де қиын тигені сабақ оқу. Сабағын оқиын десе қызықты ойынды кім ойнамақ? Балдырған журналынан. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Әділ қандай бала? Армандағыш, бірақ сабағын оқиын десе қызықты ойынды ойнағысы келіп тұрады, е? Мәтінді ары қарай өзің жалғастырып көр. Мәтінді өз ойларың бойынша аяқтап көріңдер. Әділді ары қарай не істейтінін айтыңдар. Жарайсыңдар. Келесі өлеңді оқиық. Нөсер жауып басылды, күннің көзі ашылды. Қызыл жасыл киімді кемпір қосақ иілді. Сын есімнің астын сыз, олардың дара және күрделі екенін айт. Бізде сын есім қызыл жасыл, я? Бұл күрделі сын есім. Жарайсыңдар. Келесі суреттегі артық затты тауып өз ойыңды түсіндір. Бұл жерде бізге инелік, көбелек, торғай және балық, онымен қоса ұшақты беріпті. Бұл жердегі артық зат ұшақ, я? Себебі ол тірі жан емес. Тек оны, мысалы, бізде инеліктен тікұшақты қарап жасадық, құстардан осы ұшақты жасадық, балықтан сүңгуір қайықты қарап жасағанбыз. Соған байланысты бізге осы ұшақты беріп қойған. Жарайсыңдар. Келесі өлеңді жатқа жаз. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын. Ақ боз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Тұрысбек Еділбаев атамыздың өлеңі екен. Бұл жердегі күрделі сын есімнің астын сыз дейді. Ақ боз дегеніміз күрделі сын есім болады. Қандай? Өлеңдегі ақ боз ат ұшу аппаратына жатама. Бізде ақ боз ат бұл қиялда ұшу аппаратына жататын болса, бұлай ұшу аппаратына жатпайды. Себебі ол тек біздің арман қиялымыз. Бізде ұшақ, тікұшақтар ұшу аппаратына жатады. Жарайсыңдар. Енді ребусты дұрыс шешсең, саяхатшылардың ғарыш кемесі қайда ұшып бара жатқанын білесің дейді. 7 берілген бізде бірінші 7. Бұның өзін жазып аламыз. 7 деп бөлек. Келесі қарақат. Қарақаттан кейін екін үтір тұр. Енді қарақат деген сөздегі ең соңындағы екі әріпті, яғни қарақ, ат деген әріпті алып тастаймыз. Ат деген сөзді. Қарақ, 7, қарақ, шы. Сонда 7 қарақшы деген жұлдыздың атауы шықты. Ғарыш кемесі 7 қарақшы жұлдызына ұшып бара жатыр. Міне сөйлем құрадық, я балалар? Жарайсыңдар. Келесі мәтінді түсініп оқы. Қазіргі кезде ғарышты игеру тез алға басуда. Аз ғана уақытта жер төңірегінде 2000-ға жуық жасанды серік ұшырылды. Жердің жасанды серіктері халық шаруашылығына үлкен қызмет көрсетеді. Ғарыштан түсірілген суреттер ауа райын болжауға мүмкіндік береді. Жасанды серіктер арқылы телехабар беріледі. Алыс жерлермен радио, телефон байланыстары жүргізіледі. Көптеген елдердің ғарыш кемелері біздің республикамыздағы Байқоңыр ғарыш алаңынан ұшырылып келеді. Балалар, бұл жерде бізге ғарышты игеру туралы айтылған. Бізге ғарыштағы жасанды серіктерімізді неге ұшырылатынын айтылған. Ол бізге ауа райын болжауға көмек береді екен. Жарайсыңдар. Келесі сендер ғарыш алаңына бардыңдар. Ғарышқа ұшқалы жатқан ғарышкермен кездестіңдер. Ғарышкерге қандай сұрақ қояр едіңдер? Бірің ғарышкер, бірің тілші, бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Яғни осы мәтінге қарап, ғарышкерлер ғарышқа ұшқан кезде қандай қызықтар болуы мүмкін деген сияқты сұрақ қойсаңдар болады. Және ұшырылған жасанды серіктерді өз көздеріңізбен көрдіңіздер ме деп те сұрақ қойсақ болады екен. Енді мына күрделі сын есімдерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Күрделі сын есімдер дегеніміз, балалар басында айтқандай, екі немесе одан да көп сөздерден тұратын сөздерді күрделі сын есімдер деп айтамыз, я? Қызыл ала, қара көк, сары ала, көк ала. Бірінші, Айдана дүкеннен қызыл ала көйлек сатып алды. Мектепке барлығымыз бірдей қара көк шалбар киеміз. Мен қарындасыма сары ала доп сатып алып бердім. Жаңбыр жауатын уақытта аспаннан көк ала бұлт көрінеді.
Жарайсыңдар, жұмбақты көшіріп жаз шешуін тап. Өзі жап-жас мұрты бар, ет пен сүтке ұмтылар, тастамайды жылы үйде, түкті тонын шып-шыбар дейді. Бұның жауабы балалар мысық болады. Себебі ол ет пен сүтті жақсы көреді және оның мұрты болады. Үстіндегі тоны, ол жүні шып-шыбар немесе ала әртүрлі түсте келеді. Жарайсыңдар, келесі. Енді бір кез келген сын есімді таңдап ал, сол сын есім туралы жоспар бойынша әңгімеле. Бұл сын есім қандай сұрақтарға жауап береді? Қандай деген сұраққа жауап береді? Қызыл деген сын есімді алдық балалар. Қызыл қандай? Көрдіңдер ме? Қандай деген сұраққа жауап береді? Келесі нені білдіреді? Әрбір заттың түсін білдіреді. Мағынасы жағынан қай зат есіммен байланысады? Өсімдіктерде гүлдердің түсін айтсақ болады, немесе киімдерді, және де әртүрлі ыдыстарды, басқа да заттарды айтсақ болады. Дара ма әрілде, күрделі ме? Бұл бір сөзден ғана құралғандықтан дара болады. Енді сурет бойынша әңгіме құра. Менің арманым. Айдос ғарышқа ұшқысы келеді. Ол оны кішкентай кезінен армандайды. Ғарыштағы әртүрлі планеталарды көргісі келеді. Тіпті кейде қиялына ерік беріп, аспанда қалықтап жүргенін елестетеді. Ол өскен кезде арманына жетемін деп алдына мақсат қойды. Міне балалар, суретте бізге ғарышты және ғарышта жүрген баланы бейнелеген. Бұл балаға ат қойып, сөйлем мәтін құрап жаздық. Жарайсыңдар, келесі мәтінді оқиық. Серіктің ағасы ұшқыш, бірақ оның ұшағы шағын. Ол соны ойлап қиялдап отыр. Ағасы үлкен ұшақты басқарса ғой. Күнде теледидардан көрсететін ұшақтар қандай керемет. Серік, сен не ойлап кеттің? Деді қасына келген ағасы. Аға, сен неге үлкен ұшақпен ұшпайсың? Үлкен ұшақтармен ұшатын ұшқыштар көп. Мен сияқты шағын ұшақпен ұшып, халық шаруашылығына көмектесетін адамдар да керек, деді ағасы. Мәтін не туралы? Мәтін ағасы, Серіктің ағасы туралы және де ұшқыштар туралы. Ұшақтың қандай түрлерін білесің? Суретте бейнеленгендей ұшақ, тікұшақ, зымыран және әуе шары. Жарайсыңдар балалар. Өлеңді қатесін түзеп көшіріп жаз. Мынау жасыл қарындаш, мұнымен гүлді бояймын. Мынау көк қарындаш, мұнымен суды бояймын. Бұл жерде бізде гүлді деген сөзді д-ның орнына т әрпін қойып қойған. Сол қатесі екене. Жарайсыңдар. Сын есімді тап. Бұл жерде сын есім жасыл және көк. Олар дара сын есім болады. Жарайсыңдар. Берілген әріптер қатарында жасырынған сын есімдерді тауып оқы. Балалар, енді сын есімдерді іздеп көрейік. Мына кестеге қарасаңдар, қызылмен жазылғандардың барлығы сын есімдер, ал қарамен жазылғандар жай әріптер екен. Қызылмен жазғандарды оқиық. Көк, астында ала, ақ, және де қысқа, сарғыш. Мына жерде тағы да лас деген сөз бар. Әдемі, таза. Жарайсыңдар, ірі деген сөз бар екен. Жарайсыңдар балалар, көрдіңдер ме? Сын есімдерді таптық. Келесі өлеңді оқиық. Жаман бала өзін-өзін мақтайды, жақсы бала ар ұятын сақтайды. Тоқылдақтар тоқ-тоқ етіп тоқтайды, бұлбұл құстай әсем әуен таппайды деп бізге өлеңді беріпті. Енді бұл жерде сын есімдерді көрейік. Жаман және жақсы деген сөздер сын есім болады. Себебі олар қандай деген сұраққа жауап береді. Жарайсыңдар. Бізде бұл жаман жақсы дегеніміз дара сын есім болады. Келесі жұмбақтың оқып шешуін тап. Адам көтерген көгала шатыр қалқып келе жатыр. Бұның жауабы парашют. Парашют дегеніміз тікұшақтан немесе ұшақтан мініп жерге қарай секіру арқылы және де сол парашютті ашу арқылы жерге әуеде қалқып жерге асықпай түсу. Яғни ол әуе шарына ұқсайтын әуеде ұшу арқылы жасалған заттың бір түрі екен.
Енді бұл жерде сын есімді тап дейді. Бізде сын есім көк ала. Бұл екі сөзден құралып тұр. Демек, бұл қандай сын есім болады? Күрделі сын есім болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі саяхатқа шығамын. Сан есім. Енді сан есімді өтеміз. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды, сонымен қатар саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды бекерден бекер кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. Екінші, үшінші сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады екен. Туризм дегенді қалай түсінесің? Мәтінде айтқандай, саяхатқа шығу дегеніміз туризм дегенді білдіреді екен. Саяхатшылар саяхатта жүргенде не істейді? Олар тек саяхаттап демалып қана қоймайды, және сол жер туралы ақпараттарды біліп отырады. Саяхатшыларды неліктен табиғаттың жанашыры дейді? Себебі олар от жақпайды, бұтақтарды сындырмайды, табиғатты аялап жақсы қарайды. Балалар, сендер саяхаттауды ұнатасыңдар ма? Мәтіннен қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Бізде мәтінде 8-10 деп санмен беріліпті. Бұл қанша, неше деп сұрақтарына жауап береді. Жарайсыңдар. Келесі, заттың санын ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. 5, 7, 9, 20. Мәтінге тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Саяхат адамды жақсы әдетке баулайды. Нүкте қойылады. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Нүкте. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Нүкте. Бұл жерде сан есімнің астын сыз. Бізде сан есім 1 деген сан. Жарайсыңдар, суретте қарап, қай қалаға саяхатқа шығатыныңызды болжа. Суретте қай жер ұнайды, сол жерге саяхатқа шығатынымызды анықтаңдар балалар. Келесі мақалды жатқа жаз. Батыр 1 рет өледі, қорқақ 1000 рет өледі. Сан есімдерді тап. 1 және 1000 деген сан есімдер бар екен бұл жерде. Жарайсыңдар. Келесі ойлан тап. Алғашқы түбір сөз аспан әлемінің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Бұл жердегі ойлан таптың жауабы жұлдыз, құрт. Жұлдыз дегеніміз аспан әлемінде орналасқан, ал құрт дегеніміз жорғалаушы. Сонда біздегі сүтқоректіміз, зиянкесіміздің түрі жұлдыз, құрт екен. Жарайсыңдар. Келесі мәтін. Теңіз көлі Ақмола облысының аймағында орналасқан. Көлге Сарыарқадан басталатын Нұра өзені келіп құяды. Тереңдігі 3 метр. Теңіз көлінде 60-қа жуық кішігірім аралдар бар. Бұл жерде балықтардың 10, сүтқоректілердің 35 түрі кездеседі. Бұл жерде енді мәтіндегі сан есімдерді табайық. 3 метр дегендегі 3, 60-қа жуық 60 және 10, 35. Бұлар сан есім болып табылады екен. Жарайсыңдар. Өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жаз. Сан есімдердің астын сыз. Bir топ бала туғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Балалар 1 топ бала болса, олар 15 балық ұстады. 15 балықты бөліскенде әр қайсына 3-тен тисе, онда 5 бала болған екен, балалар. Жарайсыңдар. Енді өлеңдегі сан есімдердің астын сызайық. Бірінші жолымызда 1, екінші жолда 15, үшінші жолда жоқ, төртінші жолда 3, бесінші жолда 1 және соңында жоқ екен сан есім. Жарайсыңдар. Келесі, сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барларының тұсына қосу белгісін қой. Не жоқ? Оның тұсына алу белгісін қой. Жоқтарын өзің қосып толықтыр дейді. Мен бұл жерде өзімнің
туған өлкемде не бар екенін мысал ретінде жаздым. Балалар, сендер өздерінің туған өлкелерінде не бар? Өзен бар ма, көл бар ма, тау бар ма, немесе орман? Осылар бар жерлеріне бар дегенге плюс қойып шығыңдар, ал жоқ дегенге минус қойып шығыңдар. Жақсы ма балалар? Жарайсыңдар. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған өзіңнің туған өлкеңнен қай жерді көрсететін едің? Ал оның туған өлкесі туралы не білгің келеді? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, бір-біріңмен сұхбаттасыңдар. Жақсы балалар, бұл жерде бір-біріңмен сұхбаттас деп тұр, иә? Сендердің қастарыңа басқа жақтан балалар келетін болса, басқа қаладан, сол баладан өзінің қаласы туралы маңызды заттарды сұрап алыңдар. Ал сендер өз қалаларын туралы маңызды және көрікті жерлері туралы сол балаға айтып беріңдер. Жарайсыңдар. Келесі ребусты шешуіндегі сөз туралы біліп ал. Ребустағы бірінші берілген зат бізде бір сан екен, иә? Сонда бірінші сөзіміз бір. Келесі суреттегі не ол балалар? Әрине қазан. Сонда ребустың жауабы бір қазан, яғни ол құс екен. Жарайсыңдар. Келесі өлеңді мәнерлеп оқы. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге. Қырқанасып, жолдасып, жүрдік еңіс өрменде дейді. Жарайсыңдар. Келесі жаңылпашты жатқа айт. Алакөл, даракөл, алакөлді қара көр. Ол көл, мөлдір көл. Жарайсыңдар. Енді көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Асқар 11 жаста, атасы 63 жаста. Асқар 5-ші сыныпта оқиды. Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Енді біз бұл жерге қандай сан есімдерді қойдық? 11 жаста күрделі сан есім, екі сөзден құралып тұр. Атасы 63 жаста. Бұл да күрделі сан есім. Келесі 5-ші, нешінші деген сұраққа жауап береді. Жарайсыңдар. Сөз жұмбақты дұрыс шешсең, жылы жаққа саяхаттайтын құстарды табасың. Балалар, енді қараңдар. Қарға, сауысқан және суық торғай деген құстарды жаздық. Келесі, ауыл қалды жырақта, жұбымызды жазбадық, аунап жасыл құраққа тау қойнауын шарладық дейді. Міне, бізге суретімен бірге беріп қойыпты, иә? Қандай керемет өлең, ауылымыз жайлы. Жарайсыңдар. Енді сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшір дейді. Мына 1, 2, 3 деген сандарды сөзбен жазайық. 1, 2, 3, ал кәнекей 3, 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті, 8, 9, 10, ал кәнекей қон дейді. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. 1 дегенім бала, анасына еркелейтін дана. 2 дегенім ескек, ұстатты атам естеп. 3 дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. 4 дегенім тас, әрдайым үш ас. 5 дегенім білім, білімді бол, інім дейді. 5-ке дейін жазыпты, иә? Енді санамақты 10 санына дейін жалғастырып көр дейді өзің. 6 деген ата береді саған бата. 7 деген жейде, кір болмасын кейде. 8 деген сөзің, серт беретін кезің. 9 деген тоқтау, елдің жоғын жоқта. 10 деген мотан, қорға соны ботам деп Қадыр Мырзалидың санамағымен аяқтадым. Келесі өлеңді қатесін түзеп көшіріп жаз. Жалғыз саусақ тіпті де, ұстай алмас шіпті де. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Бізде екінші жолда қате кетіпті, е? Жіпті деген сөзге п емес б әрпін қойып қойыпты. Б-ның орнына балалар п әрпін қоямыз. Жарайсыңдар. Келесі, серік саяхаттап жүріп бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында 3 бұрыш, шаршы және дөңгелектер тығылып қалыпты. Сен олардың санын анықта. Енді бізде 3 бұрыш, дөңгелек және шаршыны қойдық, санап көреміз балалар. Бізде 10 дөңгелек, 17 3 бұрыш және 14 шаршы бар екен. Жарайсыңдар. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Міне, т дегенде оған қосу бірді қойып қойған. Сонда екеуін қосып оқысақ түбір сөзі шығады. Келесі 4 бақ. 4 бақ дегеніміз балалар күшті денелі адамды айтамыз. Сона, кекілік, дербес және жетік.
Енді жұмбақтарды оқып шешуін табайық. Тізбектелген көк үйлер, көшіп жүрген көп үйлер. Бұның жауабы не деп ойлайсыңдар? Әрине поезд. Оның ішінде әр вагондары үй сияқты орналасқан екен, бізге жасырып тұр. Келесі ұшып жүр күймелі, қалайы инелік. Инелікке қарап, нені жасап үйрендік балалар? Тік ұшақты жасап үйрендік. Демек жұмбақтың жауабы тік ұшақ. Келесі қос қылышпен тіліп келеді, тілген сайын жүріп келеді. Қос қылыш дегеніміз қайшының екі басы болады екен. Сонда бізге жұмбақтың жауабы қайшы болады екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақтардың барлығы түсінікті деп ойлаймын. Маған тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.